Ислам сұсты ісім бе? Маңғыстаудың қызы неден шошыды? Мені ашындырған не нәрсе? Ауру баланың асырап алғаннан кейін жағдайында жасау керек деп ойлаймын. Жыл Нью-Йоркте террорлық шабуыл салдарынан дүниежүзілік сауда орталығы қирады. Көктіреген егіз мұнараның отқа оранғанына бәріміз де куә болдық. Осы оқиғадан кейін 2 жыл өткен соң қазақтың тағы бір жетім баласы мұхит асты. Оның есімін оның есінен мәңгілікке сызып тастауға дәл осы теракт ықпал етті. Өйткені онда есіммен Америкада дәл терактіден кейін өмір сүру қиямет болар еді. Бұл америкалық әйелдің пікірі. Қазақ баласын асырап алған. Ал қазақ баласының есімі Ислам еді. Исламның үйіне келісілген уақыттан кеш жеттік. Уағдаласқан мерзімнен ерте не кешігіп келуді американдықтар құптамайды. Дегенмен күні бойғы түсірілім жұмыстарымен ұзақ жолдан шалдығып жеткенімізді түсініп, үйге кіруге ишарат білдірді америкалық әйел. Бұл Ислам. Өздеріңіз де түсінген шығарсыздар. Ислам деген есім тағдырына сыза түсіреме деп сескенген анасы қазақтың есімдері деген кітаптан Арман деген аттын атыпты. Қытайдан 2 бірдей баланы асырап алған құрбысына қызығып Лиза Лерой 18 айлығында Астанадан Америкаға алып келген. Бақандай 11 жыл зулап өте шығыпты. Шетелдіктер баланың өзіне жаратылмағанын жасырмайтын айтқанмын сіздерге. Міне соның тағы бір айғағы. Қонақ бөлмедегі картинада бәрі ап-анық жазылып тұр. Ленс Арман Лерой. Астана, Қазақстан, наурыз айы 2003 жыл. Асырап алынған уақыты қараша 2003. Білмеймін, енді тағдыр шығар. Тұрмысқа шыққан жоқпын, карьерамды жасадым, уақыт өте берді. Өзімнің де жасым келе бастаған түсіндім. Отбасын құрғым келді, ана болғым келді. Бірақ өмірлік серігімді жолықтыра алмадым. Ұлым да әкесі болғанын қалайды. Мен үміттенемін, мүмкін оған әке болатын азаматты тауып қалармын. Американдықтардың дүние күйіп бара жатса да позитивтен таңбайтындары таң қалдырады. 55-ке келсе де кәрімін, енді бәрі кеш деп айтпайды. Лиза Леройдың әрі әлі таймаған сияқты, ал керісінше 45 жастағы Лин Вулф енді ешкімнің жүрегін жаулай алмайтынын сезеді. Американдық жалғыз басты әйелдердің жалғыз жұбаныштары қазақстандық балалар ғана. Егер дүниенің арғы бұрышында көкек аналар мен жауапсыз әкелер болмағанда, олардың өмірінде оларды алға қарай жылжытатын жарық сәуледе жағылмас еді. Бұрын ұрпағын оң-солды тарата беріпті қазақ елі. Қазір бала тек толыққанды отбасында тәрбиеленуі тиіс деген ұстанымға көшті. Жұпсыз жандарды бақытқа бөлейтін балалар легі осымен тоқтады. Жүрген кезде аяғың ауырмайды ма? No. Қазақстанға баратын кезде маған диагнозын жіберген. Шала туылған бала болғандықтан денсаулығына қатысты проблемалар болуы мүмкін екенін ескерткен. Бірақ мен оның суретін көріп ақ қатты ұнатып қалдым. Сондықтан бас тартқан жоқпын. Түнделетіп Вашингтоннан Мэриленд штатына жеттік. Мына үйде қазақтың бір қызы тұрады. Есімі Жаклин екен. Қазақстанда қойылған нағыз атын, қазақша есімін әзірге білмеймін. Қазір кіріп танысамыз. Come in. Welcome. My name is Janar. Janar. I'm Sharon. Nice to meet you. You too. Welcome to our I'm Richard. Janar. Nice to meet you. Nice to meet you. Kara. Janar. Jacqueline. Liana. Jacqueline. Hi, Sandy. No, Sandy. That's one of 3 cats. Oh, really? That's your cats? Yeah. I was gonna say, I hope nobody's allergic. Jacqueline. Well, can I take your coats? Oh, thank you so much. Scared to death. Ол ең алғаш мысықты көргенде осылай айғайлап жылады. Мысықтарды ешқашан көрмеген ғой. Қатты қорқып кетті. Не істерімізді білмей, біз де шошып кеттік.
Жаклиннің қолындағы дәу мысықты көрдіңіз бе? Қазақ қызының енді одан қорықпайтыны мен айтпасам да түсінікті. Американдық мысықтар осындай семіз болады екен. Жалпы Америкада үй жануарлары адамдардан да бақытты сияқты. Барлық жағдайлары жасалған, құқықтары қорғалған. Бұл өмірде бәрінен де кімді жақсы көресің? Тасбақаларымды, мысықтарымды жақсы көремін. Үлкен мысығымды қатты жақсы көремін. Оның аты Сэнди. Былтыр қатты дауыл болған, сол кезде ол аман қалды. Сол үшін оның атын Сэнди деп қойдық. Мен Жаклиннен нені емес, кімді жақсы көресің деп сұрағанда бірінші асырап алған ата-анасын айтама деп ойлап ем. Ал ол ойындағысын айтты. Мүмкін шынында да мысықтары мен тасбақалары оған әлде қайда жақын шығар. Достарың көп пе? Қанша досың бар? Көп, 95 досым бар. Маған адал, әрі ашық, жайдар адамдар ұнайды. Өзім де көңілді жүргенді жақсы көрем. Адамдарды күлдіргенді жақсы көрем. Үйде 4 қабырғаға қамалып отыра бергім келмейді. Далада жүргім келеді. Адамдармен араласқым келеді. Бәріне көмектескім келіп тұрады. Өскенде адамдарға көмек бере алатын жерде жұмыс істегім келеді. Оларды әр түрлі жағдайдан құтқаратын жерде істегім келеді. Community or hospitals or I like playing baseball, playing video games. Бейсбол ойнағанды жақсы көрем. Компьютерлік ойындар, баскетбол ойнаймын. Әдебиетті ұнатам. Жақында менің өмірім кітап деген шығарманы оқыдым. Кітапты бірінші қызық үшін оқимын, өмірді тану үшін оқимын. Like bone books and stuff. Ешбір ана өз баласын жамандамайды. Арман Ленс менің жарық сәулем. Ол келгеннен кейін ғана өмірім мағыналы бола бастады. Не үшін, кім үшін өмір сүруім керек екенін түсіндім. Ол жанымдағы үңірейіп тұратын бос кеңістікті толтырды. Енді мен қалған өмірімді онсыз елестете алмаймын. Мен анамды жақсы көрем. Ол менің қамқоршым. Мен одан басқа ешкім қорғамайды. Әрине, баланы жалғыз өсіру оңай емес. Көп қиындықтар болады. Бірақ оның бәрін арманның қылығы керемет сәттер жауып кетеді. Арман көңілсіз көрінді маған. Американдықтардың үнемі күлімсіреп жүру керек деген принципімен өзін күштеп жымиып жүрген сияқты. Мінезі өте тұйық, өзімен өзі бейтарап, еш нәрсеге қызығушылығын бала сияқты ақтарылып күлгенін де байқамадым. Әлде тәрбиесі сондай ма? Әлде жалғыз өскендік, әке қамқорлығын көрмегендік пе? Ойланып, мұңға батып отырады екен. Жаһандану ма, басқа ма, білмеймін. Қазақтың балалары түрлі ұлт өкілдерімен бауыр болуда. Бір шаңырақтың астында Қытай мен қазақ, орыс пен қазақ, тағы да басқа ұлттармен қазақтың баласы өмір сүріп жатыр. Енді міне, Америкада қазақтың қызы мен вьетнамдық қыз апалы сіңлідей бір шаңырақта тәрбиеленуде. Тағы бір байқағаным, шетелдіктер асырап алған қазақ балалары уақыт өте бірте сол ұлттың өкіліне ұқсап кететін сияқты. Бет жүздеріндегі мимика болсын, түрлері болсын, бәрі қазаққа жат. Мүмкін басқа тілде сөйлегендіктен солай көріне ме? Мүмкін сізге басқаша көрінер. Бұл отбасы 20 жылдай бала сүйе алмапты. Сосын Вьетнамнан мына қызды асырап алған. Оған серік болсын деп 4 жылдан кейін Маңғыстау өңірінен Ақтаудан қазақ қызын бағып алған. Жаклинге еліміздің батыс өңірінде Лиана деген есім беріліпті. Американдық ерлі зайыптылар оның туған әке шешесінің де есімдерін, ата тегін айтты маған. Бірақ бұны бүкіл Қазақстанға жариялауға батпадым. Туған ата-анасы туралы сұрайды. Бір күні жаным кеп, мама, қалай ойлайсың, неге мен сондай ақылдымын? Әлде менің әкем ақылды болған ба дейді. Мен,
Қызым, саған жарық дүниені сыйлаған анаң да әкең де ақылды адамдар болған. Сен соларға тартқансың дедім. Ол кәдімгідей қуанып қалады. Jacqueline is... Ол бірінші кезекте тұлға, өте ақылды. Кіммен болса да тез-ақ тіл табысып кетеді. Әсіресе ересек адамдармен жақсы сөйлеседі. Мектепте мұғалімдермен қарым-қатынасы күшті. Барлық жерде белсенді, спортты жақсы көреді. 3 жыл таэквондомен айналысқан. Жасыл белбеуі бар. Саксофонда ойнауды үйреніп жүр. Ауламызда бассейн бар. Жаз бойы әпкесі екеуі судан шықпайды. Жақсы жүзеді. Сосын бір таңғалатыным, есте сақтау қабілеті өте мықты. Біз оны үйде біздің ескертушіміз деп атаймыз. Көп нәрсені ұмытып кетеміз. Сол кезде Жаклин біздің есімізге салып отырады. Осындай қызым болғаны мен үшін мақтаныш. Достарым өте көп, сан жетпейді. Күнде кездесем, билегенді жақсы көрем. Компьютерлік ойындар ойнаймын. Маған математика ұнайды, және ғылым сабағы ұнайды. Өскенде ойын дизайнері болуды армандаймын. Жаңа ойындар, адамдарға ұнайтын күшті ойындар ойлап табам. Сергей Қызылжар қаласынан 8 айлығында асырап алған, қазір 9-ға келіп қалды. Нақты диагноз Америкада қойылды, миына зақым келген сал ауруы. Кішкентай кезінде аяқтары бір-біріне жабысып тұратын дейді. Дәрігерлер оның ешқашан жүрмейтінін айтқан. Бірақ Құдайдың құдіреті шексіз. Сәби кезінде қозғалып аунай алмайтын. Қазақстаннан әкелген соң дәрігерлерге көрсеттім. Дене мүшелерін, бұлшық еттерін дамытатын мамандарға қараттым. Арнайы протездерге. Әлі күнге кейбір бұлшық еттері дұрыс жұмыс істемейді, бірақ емдеуді тоқтатқан жоқпыз. Американдық әйелдің ауру баланы адам қылғаны құрметтеуге лайық әрекет. Бірақ бір нәрсені айтпай кете алмайым. Сырты бүтін, іші түтін деген осы шығар. Тіпті мал қораның өзі бұндай қорқынышты болмайды. Үйге кіргеннен көзге оттай басылғаны, үйдің іші шашылып жатыр, өздеріңізде көріп жатқан боларсыздар. Шынымен ақ. Мына теледидардың үстіндегі шаңның да сүртілмегеніне біраз болған сияқты. Анасы Рождествоға дайындық кезіндегі арпалыстан осылай үйге қарай алмадым дейді, бірақ енді кім біледі. Сергей, шын аты Сергей Боден Александр Вулф. Орыс баласы болса да, ол Қазақстаннан, сондықтан оның да тағдыры біз үшін өте маңызды. Қазір бас консулдықтан біздің дипломаттар анасын айтып түсіндірді, біз де айттық. Бұндай жағдайда баланың өсіп жетілуі өте қиын, сондықтан үйдің ішіндегі тазалықты сақтау керек деп айтуға енді шынымен ақ мәжбүр болдық. Американдық әйел бұны қалай қабылдады, білмеймін. Шаң басып кеткен барлығын. Бұл бір күндік емес, бір апталық емес, айлап тұрған шаңдар. Тор басып кеткен тіптен. Шынымен үйдің іші енді адам тұратын жағдайда емес. Мен өзім көріп отырмын. Барлық шашылып жатыр, барлық жер. Жуылмаған, тазартылмаған, тіпті. Жүріңіздерші, мына жақты көрейік, қазір мен сіздерге көрсетсем. Мынау баланың бөлмесі. Анасы айтады, бұл бөлмеде ол көп болмайды. Жаңағы теледидар қойылған бөлмеде ұйықтайды деп, бірақ дегенмен де енді білмеймін, менің сөзім жоқ. Бір айтайын дегенім, көзім жеткені, шетелдіктер асырап алған қазақстандық жетім балалардың барлығы ертегідей әлемде күн кешпейді. Бұл факт. Мынау ас үй. Қаншама отбасыларды араладық үйлерін. Енді біз келеді деп мүмкін кейбіреу таптинақ тайғып жинақ қойған шығар, бірақ дегенмен де бұндай көріністі мен көрген жоқпын.
тағы бір айта кетейін дегенім, американдықтар үйлерін аса жылы ұстамайды екен. Қазір біз кірген кезде баласы да, анасы да қалдырап дірілдеп отыр. Олар осындай суық температураға дағдыланған екен. Енді ауру баланы өсіріп отыр дегенмен де ауру баланың асырап алғаннан кейін жағдайын да жасау керек деп ойлаймын. Біз қайдан келдік білесің бе? Қазақстан. Жер шарының арғы жағынан. Не үшін келді деп ойлайсың бұл жаққа, алыс сондай мұхиттың арғы жағынан? Менімен кездесуге келдіңіздер. Өйткені Қазақстаннан бала асырап алған американдық ата-аналар балаларына дұрыс қарамаған. Сол үшін келдіңіздер. The parents have been rude to those kids. Не ішесің? Бір нәрсе ішесің бе? Шай ішемін. Жалпы американдықтардың үнемі үздіксіз езулерін бір жимай жүретіндері бір жағынан жақсы, бір шетінен ерсі де көрінуі мүмкін біздің қоғамға. Сіздер өтірік күлесіздер ме? Қалай қолдарыңыздан келеді? Түк болмағандай күлімсіреп жүру. Жаклиннің анасына қойдым бұл сауалды. Егер күліп жүрсең, сен бір нәрсеңнен айырылып қалмайсың ғой. Ештеңе жоғалтпайсың. Еш нәрсе өзгермейді. Күліп жүрсең, өмірің де жеңілдейді. Айналаңдағы адамдар да саған тартыла түседі. Сенің жағдайыңның жақсы екенін біледі. Күлімдеп жүрген адамда бәрі жақсы болады. Ата-анамыз бізді кішкентайымыздан осылай тәрбиелейді. Сен бізден ұялып отырсың ба? Иә, сәл-сәл ұялып отырмын. Өйткені Қазақстаннан келген адамдарды көрмеппін. Ешқашан. Маған қызық көрінеді. Біздің үйге бірінші рет келіп тұр қазақтар. Мен мектептегі балаларға айтам, Қазақстаннанмын деп. Бірақ олар дұрыс айтпайды кейде. Өйткені олар менің елім туралы бұрын соңды естімеген. Арманды асырап алған әйел денсаулық сақтау саласында зерттеу жұмыстарымен айналысады ғалым. Ал Арманның туған анасы өте жас болған. Перзентханада қалдырып кетіпті. Лиза Лерой мұндай шешім қабылдау оңай емес, ол өте мықты қыз болған шығар дейді. Иә, бұл батылдық па, әлде осалдық па? Шетелдіктер асырап алған балалардың есейе келе сұрақтары да еселене түседі. Олардың бәрін өз бойларындағы асырап алған адамдармен сәйкес келмейтін қасиеттер, құбылыстар кімнен дарыған деген сауалдар мазалайды. Менің бойым неге ұзын емес деп сұрайды. Мен оған сенің туған әке-шешеңнен берілген генетикалық қасиет шығар деймін. Психологтар бізге айтады, мұндай сұрақтар қоя бастағанда кейінге қалдырмай дер кезінде жауап беру керектігін. Олардың Кэрадан бөлек 8 баласы бар екен. Біз олардың қандай мүшкіл жағдайда өмір сүріп жатқандықтарын көрдік. Бәрі ата-анаға байланысты. Егер олар балаларынан бас тартса, ең бірінші өздері кінәлі. Баланы өзінде қалдыру немесе балалар үйіне өткізу бұл тікелей ата-анаға байланысты. Мен сенімдімін. Қандай жағдай болмасын, әр ата-ана өз туған баласын тастамай бағалар еді. Шырын ханым асырап алған бірінші вьетнамдық қыздың әке-шешесімен кездескен. Осыдан 3 жыл бұрын бүкіл отбасымен жиналып, Вьетнамға барып, Кэраның туған әке-шешесіне іздеу салыпты. Тапқан, олар елдің бір түкпірінде таулардың арасында жұпыны тірлік кешуде. Туған әке-шешемді көргенде өзімді сондай бақытты сезіндім. Олар менің есімде қалмаған, танымаймын. Бірақ маған сондай ыстық болып көрінді. Жүрегім ауырып кетті. Олар маған ұқсайды екен. Кэра Жаклинмен салыстырғанда өте тұйық қыз, көп сөйлемейді. Бірақ туған әке-шешесін көргенде ол жайнап сала береді. Езуінен күлкі кетпеді. Бізге алғысын айтып, бұл менің өмірімдегі ең бақытты күн деді. Біз оларға қыздарын асырап алуға бергендері үшін, олар бізге қыздарына жақсы өмір сыйлағанымыз үшін қарыздар екенімізді айттық. Бұл бізге жақсы тәжірибе болды. Енді Жаклин біраз есейген соң Қазақстанға апарып, оның да ата-анасын іздеп тапқымыз келеді. Қыздарын апарып біз көрсетсек дейміз. Мына кітапта қазақ тілін үйренумен қатар қазақтың тарихы, мәдениеті, қазақтың
салт дәстүрлері туралы мақал мәтел түрлі құнды нәрселер келтірілген екен. Қазақ тілін үйренгім. Үйренгім. Келет. Қ. Деп айтшы енді. Аң. Б. В. Г. 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 Ғажайып деші. Ғажайып. Ғажайып. Жарайсың. Қазы. Қазы. Деш. Қазы. Қиын иә саған қын айту. Ал міне мынау. Син. Woman. Өгіз. Ұлу. Үкі. Ілгіш. Шетелдіктер асырап алған қазақ балаларын түсіріп жүрген кезде, осы бағдарламаны бастаған кезде көпшілік қауым елде маған бір сұрақты көп қоятын еді. Шетелдіктер асырап алған қазақ балалары қазақша біле ме деп. Енді жаңа ғана көрген көрініс осыны айғақтайды, олар қазақша білмейді өкінішке қарай. Енді біз бұған ешқандай да айып таға алмаймыз, өйткені бұл балаларды жастайынан ес білмей жатып, қазақша тілі шықпай жатып, елден ерте алып кеткен. Шетке ағылып кеткен қазақстандық жетім балалар туралы бағдарлама жасау оңай емес. Менен көбісі сұрап жатады, қалай жүрегіңіз ауырмайды деп. Бірақ бүгін шынымен ақ менің жүрегім ауырып кетті. Анасынан туылғанда кемтар болып туылған екен. Бірақ осы баланың болашағы зор болады деп ойлаймыз. Және жаңа өзі арманын айтып еді. Кейін өскен кездегі сол арманы орындалып, осы қоғамның толыққанды бір мүшесіне айналады. Толыққанды азамат болып қалыптасады деп сенемін. Жаклин, сен өзіңді американдық санайсың ба? Әлде қазақпын деп есептейсің бе? Probably more American than I am. Американдық шығармын. Мен Қазақстанда 3 жыл ғана өмір сүрдім ғой. Есімді білген жоқпын ол кезде. Ал қалған өмірім Америкада өтті.